Қалдарыңыз қалай? YouTube-тағы көрермендер, сіздердің сұрауларыңыз бойынша, әсіресе қыз-келіншектердің сұраулары бойынша, бүгін мен арнайы масс-маркет дүкеніне келдім. Неге? Жаз мезгілі, қалай әдемі көрінуге болады, қалай әдемі киінуге болады, қандай төс трендте, осы сияқты сұрақтарға және де 20-30 мың теңгеге сәнді киініп шығуға болатынын маған Інжу көмектесіп айтып береді. Әне Інжу тұр, стилист, қараңыздар. Сіздер көруге дайын болсаңыздар, біз бастайық. Сұлтан қызына осындай көк белемше таңдадым. Енді көгілдір түсті жидемен бұл белдемше сәнді болып көрінеді. Өткені көк түстің бірнеше жаңағындай біреу ашық, біреу қою түсті. Жарқын, жасыл түсті осындай аяқ киіммен. Қазір осыған сән келетін аксессуар таңдаймыз. Негізі масс-маркетте қорықпай осындай түрлі түсті киімдерді ала берсеңіз болады, өйткені бағасы бойынша бұл қолжетімді. Және де қазіргі уақытта трендте, кейін трендтен шығып кетсе де көп ақшаны керек етпегендіктен қорықпай ала беруге болады. Мысалы осындай бұл кішкентай ғана қазіргі уақытта трендтегі сумкалар, осындай кішкентай, ішіне телефонда сыймайды, мүмкін кілт қана сыяр. Сосын бұны әртүрлі қылып киюге болады. Мүмкін белдемше ретінде қолданып көреміз. Негізі бұл бізге 50 мыңға таңдау керек образ. Негізі 50 мың где-то шығып тұр бізде осы барлық образға. Киіп көргенде қалай болатынын көреміз. Негізі жазға енді біз шорты, қысқа, белдемше кигенді жақсы көреміз. Және қорықпай осындай бодиларды алсаңыз болады. Сыртынан жұқа, леннан, немесе мынадай рубашкілерден, немесе пиджак киюге болады. Екі образ таңдап қояйық, сосын қайсысы келеді, қайсысы сәндірек болып көрінеді, соны аламыз. Кстати, с вырезом можно что-то такое. Сұлтан қызына мынандай кигізіп қоямыз ба? Это шығар, не деген ашық киім. Ку-ку! Дайынсыздар ма көруге? Бұл менің таңдаған лугым, яғни менің таңдауым. Стилист Інжу не дейтінін білмеймін. Жүріңіздер көрейік. Мынандай аларымдарға мән бермеңіздер. Енді біз дүкенде тұрмыз ғой. Інжу, қалай саған менің лугым? Күшті. Қалай? Көрермендер, сіздер не дейсіздер? Тым қысқа сияқты, маған ұялып тұрмын. Дәл осы лукты таңдау себебім мүмкін жас көрінгім келгендіктен бе екен, мүмкін кинодағы бір қандай да бір әйелдің сомдаған рөліне ұқсағым келді ме екен, білмеймін. Маған ұнап тұр. Ұнап тұр ма? Иә, ұнап тұр. Қай жерінде қате? Етіктің ұзындығында. Ухты, мен білмедім, етік ұзын болып тұрма саған? Мен негізі бұны қысқалау етікті таңдар едім. Ал және де аксессуар жетпейтін сияқты, кішкене сырға. 50 мыңнан асып кеттіңіз бірақ сіз. 66 мың. Жарамайды. Иә. Енді стилистің таңдауын көрсетейік сіздерге. Не деген әдемі түстер. Інжудің таңдаған лугы, яғни стилист мені мүлдем басқаша көріп тұр. Қараңыздар. Ой, барлығының этикеткасы. Ой, мына жерім ашылып қалды. Інжу ыңғайсыз ғой маған. Негізінде енді жаз ғой. Сіз қысқа көйлекте киіп көрдіңіз жаны. Иә.
Енді бұл жерде түстердің үйлесімі жаз болғандықтан ашық түстер, иә? ашық түстер біріншіден де, бірақтан ашық түстің өзі де мысалы көп деген ашық түстер барлық адамдар жараса бермейді ғой. Сондықтан мына көгілдір түс негізі ең көп жарасатын түстердің бірі қазақ қыздарына. Иә. Әсіресе. Достар, маған көйлектің ұзындығы кішкене ұнамайды, себебі юбканың барлық әдемі жерін көрсетпейді. Ішіне салып қойсақ, қарным көрініп қалатын сияқты. Сонымен бұл жағдайдан шығу үшін Інжу алды да екеуін айқастырып ішіне кіргіздің. Иә. Байлап қойса болмай ма? Байлап қойса, енді біз әйелден болғандықтан іш жақта бізде енді кішкене көлем болады ғой. Иә. Көрсеткіміз келмейтін көлем. Сондықтан да бұл көлем жақта ешқандай артық деталь болмау керек та. Бұл байлаған кезде біздің жаңағы төменгі жағымызда үлкейтіп көрсетеді. Сондықтан да лайфхак. Лайфхак, қараңыздар. Жай ғана мысалы айқастырасыз да, саласыз. Мен білмедім. Рубашкадан енді кішкене басқаша көрсетті. Немесе, жаңа біз осылай көрдік. Және бір вариант егер түсіргіңіз келсе, жаңа біз сумканы алдық та, қалай біледік? Былай. О, белді шығарудың бір жолы. Қолыңызда белдік болмаса, қолыңызда, осындай лайфхакпен шыға аласыз. О, бұл да бір белдіктің түрі. күшті, иә? Және ыңғайлы, иә? Киімді салып аласыз, ішіне помада салып аласыз, болды. Қазір осындай титтей сөмкелер, яғни кішкентай сөмкелер сәнде, ішіне дым да сыймайды, бірақ, сотка сыймайды точно. Сотка сыймайды. Егер мына жерім тым ашық десеңіздер, ішіне бір нәрсе тігіп алса бола ма? Жоқ, осының өзінің тігісін ұзартып жүрсеңіз. Осының өзінің тігісін сәл ұзартсаңыздар болады, егер мұндай қысқа ашық кие алмайым десеңіздер. Бірақ енді дизайнерлар солай жасаған, демек жарасады деген оймен жасаған болып тұр ғой. Жоқ, бұл жердегі мына задумка бар ғой? Иә. Ұзындық, аяқты ұзартып көрсетеді. Қараңыздар, мынадай разрез кез келген мысалы тігінен, кез келген детальдар, мысалы, ол разрез болсын, ол түймелер болсын, ол жаңағындай сызықтар болсын, олардың бәрін ұзартып көрсетеді. Не де болса, тігінен кез келген нәрсені киіңіздер, томпақ қыздар. Інжу, алмұрт тәріздес фигураға қандай киімдер жарасады? Негізі... Ол менің фигурам алмұрт тәріздес? Сіз солай ойлайсыз. Бірақ біз қазіргі уақытта сол жаңағындай, мысалы, көптеген, мысалы, қазіргі соңғы оқуларда, Италияда, мысалы, соңғы жаңалықтардың бәрін сол жақтан білеміз ғой. Стиль бойынша фигураны бөлмейміз. Жай ғана, мысалы, былай тігінен қараған кезде, қай жақ үлкен, мысалы, егер сіз оны үлкейткенді қаламасаңыз, онда ол жаққа акцент жасамаймыз, жоғары жаққа акцент жасаймыз. Немесе керісінше. Демек, маған қандай акцент жасау керек? Сізді, мысалы, иықтарыңыз кішкентай. Иықтарыңызға көлем бергенде фонарик болу керек, сосын түстер арқылы байқаңыз ба, мысалы, астыңғы жақты біз қоюлау түстен таңдадық. Ал мынау, мысалы, реглан, мысалы, нелері түсіңкі иықтың, мысалы, басталатын жері көрінбесе, мысалы, ол кішкене бізді кеңдеу көрсетті. Ал белі жоқ қыздарға белді шығару үшін? Белге акцент жасамау керек. Неге? Мысалы, сізде бел жоқ болса, мысалы, басқа өзіңіздің жаңағындай, мысалы, иыққа делать акцент басқа жаққа қарай. То же самое, например, аяғымыз, мысалы, көбісі айтады ғой қыздар, мысалы, менің саным үлкен дейді, бірақ шалбар кигенде тырысып қалады, ұнамайды дейді. Сондықтан да тырыстырмау керек, ол жақта акцент алып тастау керек. Кеңдеу, өйткені тырысқан сайын біз оны көбірек көрсетеміз. Түсінікті ғой деп ойлайын. Достар, біз Інжу екеуміз келесі масс-маркет дүкенге келдік. Бұл жерде қойылып отырған тапсырма дейміз бе, мүмкін жағдай дейміз бе, біз бұл жерде шектеу деген нәрсені алып тастаймыз. Яғни, мамасы мен қызы, анасы мен қызы бір киімді кигенде қалай көрінеді? Екеуіне жараса ма? Және де оны
қалай біз аксессуарлар арқылы болмаса қосымша бір сөмке, аяқ киім арқылы ойната аламыз. Көрейік. Көйлектің ішінен нәрсе киеміз. Бұл көйлек пен костюмға мына сөмке бір қарағанда сәйкес келетін сияқты, бірақ маған сапасы ұнамады. Қалай ойлайсыз? Мында гүлі бар. Футболка алайық. Ақ футболка. Және бізге аксессуарлар керек. Аксессуарлар, аяқ киімдер. Мында аксессуарлармен толықтырайық. Давайте один такой, более серому. Үнжу, сен мынандай бижутерияны қайдан тауып алдың? Барлығы негізі кез келген масс-маркет дүкенінде образды жинауға, мысалы, міндетті түрде сондай бір не болады да? Иә, қатар болады. Қатар болады сондай бижутериямен. Осыны айтайын деген, бұл жерде образды аяқтайтын, ең соңғы штрих жасайтын ол аксессуарлар. Мысалы, былай қарағанда образ такой, как будто незавершенный. Аяқталмаған. Жетпей тұрған сияқты болып тұрады да. Жетпей тұр, өйткені сырға жоқ, мойында ештеңе жоқ, жүзік жоқ, алқа жоқ. Таққан кезде ол, мысалы... Ал қандай сырға қазір жаз мезгілінде трендте? Қараңыз, негізі сырғаны таңдауда бірінші ең бастысы мынау сізге алтын жалатылғаны жарасады ма? Сіздің мысалы теріңіздің түсіне, немесе күміс түсі жарасады ма? Соны анықтап алу керек. Маған қайсысы жарасады? Мен қазір көріп тұрған алтын болады, жақсы жарасып тұр. Бірақ күмісті де біз қазір қарағанда негізі бар. Бүйтін әдемі болып тұр, көрініп. Иә, менде екіншісін тағайық. Сіз қандай аксессуарлар көп киесіз? Сырға, жүзік, бірақ алтын көлемді кейбірім. Кейбіресіз. Соңғы кездері бір қызығы ақ алтыннан гөрі сары алтынды көбірек тағып жүрмін, ұнап жүр өзіме. Неге екенін білмеймін. Айтпақшы, сары емес, розовое золото. Ерекше болып көрінеді өйткені. Барлығында жоқ нәрсені айтысыге мүмкін. Міне қараңыздар қандай күшті. Жараса ма? Міндетті түрде, мысалы, көбісі ашуға болады ма? Мысалы, розовый киім кетті, соған түстес қылып, мысалы, розовый сырға тағылады. Дұрыс емес. Ол мындай вкус жоқ болып көрінеді, көбінесе. Так что қыз-келіншектер, егер де розовый көйлек кисеңіздер, сіздерге не обязательно розовый сырға тағу. Немесе былай, слишком задумчивый дейді ғой, задуманный. Иә, ойластырылған, четко түс-түсімен келіп былай. Киім кигенде адамдар сізге қарағанда ойлау керек та, ой, как будто сіз мысалы алдыңызда кие салдыңыз просто. Неге солай ойлау керек? Мен соны байқаймын жиі қазір. Пляжная прическа дейді, жаңа ғана судан шыққан сияқты деп. Сол сәнде дейді. Болмаса аша алмаймыз. Аша алмайды екенбіз. Кикөз андықты. Міне қараңыздар. Аша алмайды екенбіз. Бағасы 1990 теңге тұрады. Енді бұл, мысалы, бұл жерде бағасына сай ғой енді. Иә. Газ болғандықтан мүмкін бұл жаңағындай терінің ылғалынан кетіп қалуы мүмкін. Бірақтан енді әртүрлі бағада аксессуар табуға болады. Иә. Қазір енді көреміз, дәл осындай сарафан 20 жасар қызға қалай тұрады екен. Had to find a way to change, had to leave to find my way. Сло, енді сіздің ойынша қалай? Сіз бұл түстерді киіп көрдіңіз бе? Гардеробыңызда осындай түстер киімдер бар ма? Бұлай киіп көрмегенмін, в особенности футболканы көйлектің ішінен киіп көрмегенмін. Бұл өте қызық болып тұр менің ойымша. Енді біз неліктен бұлай таңдадық? Көбінесе мен байқадым, сіз кроссовкамен жүргенсіз. Мысалы, ал көйлек, мысалы, бұл тым жаңағы жай өзін ғана кисек, бұл цептары бар, кешкі официальный көйлек болып көрініп кетеді. Сондықтан футболка кидік, жаңағындай расслабленный дейді ғой, бос жаңағындай күнделікті өмірге кететін сумканы таңдадық. Сол үшін жаңағы кеды, кроссовка киген кезде, мысалы, біздің көйлегіміз күнделікті өмірге
сай болып көрінеді. Түсі енді қазіргі уақыттағы енді байқадыңыз өзіңіз жаңа көріп, мысалы көптеген ашық, жарқын түстер трендте. Енді тем более бұл масс-маркет болғандықтан осындай бағада көйлекті мысалы бір жазға алу тиімді деп ойлаймын. Және аксессуарлар, мысалы сіздің жастығыңызды көрсетеді, сіз жасыңызға сай, мысалы енді сізге ешқандай қазір не жоқ, шектеу жоқ. Гүл өзіңіздің мінезіңіз, нәзіктігіңізге сай қылып таңдадық. Және мысалы екі түрлі түс, мысалы сирень дейді ғой, күлгін, иә? Және де жасыл түстің екеуінде үйлесімділігі өте әдемі болып көрінеді. Мысалы мына жерде бір айтатын нәрсе, мысалы сумка, белдің мысалы кішкене жоғары жағында болу керек. Және де сіз мынандай көйлекті алу арқылы сіз бірден бірнеше проблеманы шешесіз. Мысалы кешкі асқа баратын болсаңыз, көйлекті жай ғана кидіңіз, аяғыңызға биік тақадағы туфли кидіңіз, жаңағындай басқаша аксессуар таңдадыңыз, шақта жинап қойдыңыз, бұл уже сізге кешкі асқа дайын көйлек болып тұрады. Кеді мен футболкамен кидіңіз, бұл жаңа күнделікті өмірге арналған киім болып тұрады. Негізі киімдер солай гардеробта жұмыс жасау керек. Мысалы бір баяғы кездегідей бір киімді кешкі асқа деп алып қойып, ол жаңағындай шкафта ілініп тұру деген қазір одан шығып келе жатырмыз. Бүкіл киімдер былай да киілетін болу керек. Өте ұтымды жағдай екен. Сізге көп рахмет. Тиктокер қыздарға беретін 3 кеңесім бар. Көйлек киюден қорықпаңыздар, көйлекті кедімен, кроссовкимен батыл кие беріңіздер. Ақ қара киімнен бас тартып, түрлі түсті киімге көшіңіздер. Ең алдымен оны аксессуардан бастаңыздар. Бір стильде киінген өте қарапайым болып көрінеді. Сондықтан да триконы, мысалы бос шалбарларды каблукпен киіңіздер, немесе керісінше көйлектерді кеді кроссовкамен. Сонымен міне достар, анасы мен қызы. Қараңыздар, бір сарафан, стилистің таңдауы. Екі түрлі образ. Інжу? Бұл жерде көрсетейін дегенім, киімнің жасқа байланған ешқандай шектеуі жоқ. Сондықтан да батыл қорықпай, масс-маркетке барсаңыз кез келген жасқа киім алуға болады. Бірақ размерлері, менде егер сарафан L болса, сұлуда размер XXS. Қазіргі қыздар өзі сондай арық қой бұл. Екеуі де бірақ ондай размерде көрініп тұрғанда, екеуі де әдемі болып көрініп тұрғанда. Және де бұл жерде айтайын дегенім, арнайы дүкенге барып, мама доча дейді ғой енді, анасы мен қызына арналған лук іздеудің қажеті жоқ. Кез келген дүкенге, масс-маркетке барсаңыз, екі түрлі размерде алсаңыз, оны әртүрлі стильде аксессуарлармен толықтырсаңыз, жеткілікті. Біз осылай киініп қайда бара аламыз? Кез келген жерде. Оған арнайы себеп керек жоқ. Бірге серуендеуге барсаңыз да болады. Серуендейік бірге. Ал біз келесі дүкенге келдік. Бұл дүкеннің тауарлары сәл қымбаттау. Сапасы сәл жақсы. Осыған дейінгі барған дүкендерге қарағанда дейік. Бұл жерге келуіміздің себебі? Бір киімнен бірнеше образ жасаймыз. Ал қанша теңге жаратамыз? 150 мың. 150 мың теңге. Давайте. Неше түрлі стильде көрсету үшін костюмды таңдап отырмын. Өйткені костюмде бір костюмды бірнеше стильде аяқ киім аксессуарлар арқылы көрсетуге болады. Давайте возьмем. Костюмның ішінен футболка кисек, кеды, аяқ киім кисек, ол күнделікті өмірге сай болып келеді. Ал егер туфли киіп, ішінен бір маечка, топ киіп, басқаша аксессуарлармен
асим десек, ол кешкі образға да жарайды. Можно мне близко не снимать, а? Вот иногда бывает, что на шопинге тоже стилистов бесит. Я скажу, один из таких самых топовых, это когда говорят, показываешь одежду и говорят, ой, я такую не ношу, и это вообще не для меня. Камон, надо мерить и доверять стилисту. Маған арман осындай киімдерді еш уақытта таңдамаймын, қасынан жай ғана өтіп кете берем. Білмеймін, менің ойымша ол комплекс сияқты. Енді мынандай бодиді арық қыздар ғана киеді деп ойлаймын ғой. Қателесетін сияқты міне. Содан кейін көп жағдайда қолымызды ашқанды ұнатпаймыз. Яғни мына жерімізді, я? Енді ол да комплекс қой. Мынадай киімді де жай ғана қараймын да өтіп кете берем. Таңдамайды екем. Қалай киесің мынандай қысқаны? Қайрат өлтіреді ғой. О! А вот это желтый. Қайда кет мұндайды? Күшті ғой, ә? Бұлай қисық киіп алсам. Жоқ, мына жаққа қарай. Мне кажется, прикольно. Да? Как вам? О! Не деген джип мына жерде. Не деген әдемі сексуальный аяқ киім. Бірақ білесіздер ме, осындай аяқ киім кигенде қатты нені уайымдаймын. Но байлап қоясың ғой, сол байлаған жері ақырындап төмен қарай сырғып түсіп қалады. Қалай киетінін білмеймін. Бірақ түсі әдемі екен, ә? Түсі жынды екен, 42.990 теңге тұрады. Не прикол деймін да, айтыңдаршы. 10 теңгені кем қылады да. Мысалы, 43 мың дей салса болады ғой. 10 теңгені кем қылады. Сөйтеді да 990 теңге қылады. Бірақ по миру посчитай, 10 теңге мысалы миллиардтарға айналады ғой, я? Қандай, мына түсті қараңыздаршы. Жынды түсе. Дженнифер Лопес киетін көйлектер ғой, я? Билебе. Ойлаймын да, егер салмақ тастап, XS размер болсам, осындай көйлектер кием деп. Жаңа маған стилист айтады, сіз қалай салмақ тастайсыз дейді. Немесе XS размер болғанда дәл осындай көйлекті кимейсіз дейді. Это тоже факт. Күшті бірақ, мынаның бағасы, айттым ғой, 990 теңге тағы да. 27.990 теңге. Егер күн болып жүргіңіз келсе, күшті екен. Нумеролог айтады маған, оранжевый түсті көбірек киіңіз деп. Қалай қыздар, сіздерге менің киімім? Міне, Інжудің таңдағаны маған қатты ұнап тұр, себебі барлық проблемный зоналарымды мынау костюм жауып тұр. Ұзындығы негізі көп деген бойға келе береді. Осындай ұзындық. Осыдан ұзындырақ костюм кисе бола ма? Ол кішкене бойымыз қысқарып тұр. Қалай таңдайсыз, білесіз ба? Қалай таңдаймыз, қараңыздар. Бөксенің ең жоғары жағы? Жоқ, широкий. Ең кең жері, үлкен жері. Ең үлкен жерінде бітпеу керек. Мысалы, осылай бітіп қалса, бөксенің ең үлкен жерінде, онда бөксеңізді одан самайын үлкен болып көрсетеді. Немесе одан қысқарақ, не одан ұзынырақ. Ұзынырақ жарасатын сияқты. Ұзынырақ ыңғайлы да, өзіңізде былай ойламайсыз. Бірақ қысқа костюм болса, аяғым ұзындау көрінбей ме? Жоқ, бұл жердегі, мысалы, сіз алдыңызды ашқан кезде... Ашуға болмайды алдын. Ол проблемный зонаны жауып тұр ғой.
негізі бұл шалбардың посадкасына байланысты. Жоғары отырғызған посадкада шалбар кисеңіз, костюміңізді ашып қойсаңыз, ішінен аяғыңыздың ұзын екені көрініп тұрады. Және де шалбардың қараңыз, байқасаңыз, төменге қарай, не жаңағы? Ұзындығы дұрыс. Ұзындығы дұрыс, төменге қарай не істелген? Кеңдігі Зауженный. Зауженный. Ага. Вот соны қалай айтамыз, зауженныйды. Иә. Тар болады сөйде, төмен қарай. Иә, төмен қарай тарылады. Ол Тарылады. біздің аяғымызды жаңа арығырақ болып көрсетті. Және де мысалы қараңыз, қысқартпайсыз шалбарды. Иә. Ол бірінші бұл жердегі мәселе. Екінші, негізі аяқтың ең арық шеті бұл біздің тобығымыз. Тобық арық қылып көрсеткен кезде біздің денеміз үстіне арық сияқты көрінеді. Демек қайтарып қою керек осылай? Осылай көрсетсеңіз болады. Ага. Мысалы, кедімен кидіңіз. Негізі кедімен киген кезде позволяет осындай қайырып қою. Қолыңызда қайырып қойдыңыз, мысалы, сіз білесіз, білегіңіз көрсеткен жақсы көресіз. Иә, ыңғайлы. Иә, ыңғайлы. Кейін келесі образда, мысалы, біз бәрін түсіреміз. Және биік тақадағы аяқ киіммен киіп көреміз. Ол ауыстырайық. Қалай сіздерге менің екінші лугым? Бұл жерде біз жаңағы айтқан жеңін түсіре салсақ. Енді міндетті түрде бұл сіздің неңізге қарай отырғызылу керек қой енді. Иә. Яғни бір осы лукпен біз кешке бара аламыз, иә? Иә. Кешкі асқа, немесе бір кездесу болса. Дресс-код жоқ жерге бара аласыз. Және де бұл жерде жасылдың бірнеше түсі. Мысалы, чокер жасылдың басқа түрі, сумка жасылдың, жаңағы бутылочный дейді ғой жерде. Изумрудный. Сондай түрі. Аяқ киім алма түсті жасыл. Және де, мысалы, костюмның негізі бір жақ жері сол да. Сіз аксессуарларды отыра, кез келген жерге кие аласыз бір костюмді. Бұл жерде, мысалы, укладканы да ауыстыруға болады. Шашын жаңа күшті жинап қойыңыз ғой бұлай. Полный жинап тастасаңыз бұлай. Адам үстіне киім кигенде қанша түсті киюіне болады? Негізі 3 түсті ол оңай үйлестіре алады да. Ең оңай гармоничный дейді ғой, бір-бірімен үйлестіруге оңай ол 3 түс. Бірақтан қазіргі уақытта ондай шектеу жоқ. Егер де сіз түстердің үйлесімін білсеңіз, то кез келген түстердің барлығын өзіңізге 20 түс кием десең 20 түстің бәрін кие аласыз. Солай ма? Иә, мұнда қара, жасыл, розовый және оранжевый түстер. Иә, бір-бірімен сәйкес келетін түстер ме? Иә, бұлар не дейді ғой, табиғи түстер. Мысалы, табиғатта кездесетін түстер. Мысалы, розовый гүлде кездеседі, жасыл желекте кездеседі, оранжевый, жаңағы тоже, мысалы, көп жерде бізде кездесе беретін. Қандай түс киюге болмайды? Осы түстермен қазір. Бұл жерде енді біз жазғы образ жинап жатқандықтан, мысалы ашық, мысалы оранжевый мен қара түс кисеңіз қатты бір-бірімен контрастта, мысалы өзіне келіңкіремейді. Қара түс кимеу керек екен, достар, ескеріңіздер. Ішіне көк түсті кисе бола ма? Болады. Аспан көк? Болады. Оңай. Сырға бәрінен де бұрын күшті, е? Сіз бұлай қай жаққа барар едіңіз? Мен бұлай кешке барар едім. Е, кез келген жерге. Күндізде жүре алам. Сосын мына жерде мен сізге айтайын дегенім, оранжевый дейміз ғой енді, осының кішкене мындай басылым спокойный тұр ғой. Иә. Пастельный оранжевый. Сіз мысалы көбісі яркий түстер кигісі келеді, түрлі түсті киімдер бар, қорқатты. Сондықтан осындай пастельный оранжевыйдан бастау керек. Мысалы пастельный розовыйдан бастау керек. Розовыйдың ашық, қатты, жарқын, яркий кие алмасаңыз, немесе жасылдан да аксессуарлардан бастау керек. Қазір қарасаңыз адамдарға немесе джинсы мен футболка киіп жүреді, я болмаса бүкіл қара киім киіп жүреді. Иә, рас. Байқайсыз ба? Өткені ол оңай да енді. Табу оңай, иә. Табу оңай. Осыны ойлайды, қара түсті, арық қылып көрсетеді деп ойлайды. Ол сондай ма шынымен де? Ол
фасонға байланысты. Және қараңызшы, мысалы, біз түрлі түсті киіммен де арық болып көріне аламыз. Бастан аяқ, мысалы, қараңыз, костюм мен шалбар бір түсте болса, сіз бір түсте, мысалы, монотонны дейді ғой, бір түсте киінген кезде онда арық болып көріне аласыз. Және фасон, бұл жерде көп жерде фасон басты рөлді ойнайды. Күшті. Мюли деп атайма мынау аяқ киімді? Мюли қып киюге болады. Лофері мюли қып киюге болады, қараңыздар. Ол дегеніміз? Арнайы арналған, өйткені арт жағы жұмсақ болып келеді. Иә. Аяғын қысып кетсе, осылай басып ала саласың, Бірінші рет мен осындай аяқ киімді көргенде ойлап қалған, мыналар неге көтермейді аяғын. Сөйтсем ол өзі сондай екен ғой. Только женский, мужские же есть. Иә. Сонымен, үшінші. Образ более деловой. Мысалы, егер кеңседе жұмыс істейтін болсаңыз, және сізге ең басы ыңғайлық болса, аяғыңызда ыңғайлы аяқ киім. Бірақ соның өзінде кеда емес, кроссовка емес, кішкене деловой стиль береді, лофері. Мюли қып та киюге болады мұны. Аяғыңыз ыстықтаған кезде, немесе қажап кеткен кезде. Бірақ екі вариантты киюге болады. Рубашка. Бізге деловой образ беріп тұрған бұл жерде. А костюм көрсеңіз, енді бағаннан бері көрген образдарға қарасаңыз, әрбір аксессуар, әрбір аяқ киім костюмді түрлендіріп жатыр. Шашыңызды да жинап қойған тектен емес, мысалы, сырғаның ұзындығын көрсетіп қойдыңыз. Ұзын сырғалар негізі мойынды ұзартып көрсетеді. Көбісі ойлайды ғой, менің мойным ұзын емес, маған ұзын сырғалар жараспайды деп, негізі керісінше. Сондықтан ұзын сырғаны қорықпай тағыңыздар. Бірақ жеңіл болу керек ұзын сырға. Ауыр болса құлағыңа Бұл жерде қараңыз, ұзын сырға болғанмен, мынау несі, основасы майысып, бүйтіп ойнап тұрған жоқ та, байқадыңыз ба? Ол бір қалыпты. Салбырап тұрғанмен, бірақ ол бір неден тұрды. Жұмсақ емес. Және де айтып кететін, мысалы, көрдіңіз ба? Қазір бір тек қана, мысалы, күміс кесеңіз, тек қана барлығын күміс түстес болу керек деген нәрсе жоқ та. Қазір ол қалып жатыр. Араластыра беруге болады. Және де тек қана рубашканың ішінен емес, сыртынан да тағуға болады. Ештеңе етпей ма? Мен ойлайтынмын, рубашканың сыртынан, көйлектің сыртынан тақса дұрыс емес деп. Бұл жерде ең басты ұзындығы, және де рубашканың жаңағы түймесі қай жерге дейін қадалады. Мынандай ашық рубашкалерге міндетті түрде таға алмайсыз ондай цепті. Ал мысалы мойынға дейін жабылатын рубашка болса, оны киіледі. Күшті. Мінеке өздеріңіз байқадыңыздар, біз бір костюм шалбармен 3 түрлі образ жасадық. Жұмысқа, содан кейін вечерге, кешкі асқа, және серуенге, casual. Қайсы сіздерге көбірек ұнады? Настроенияларыңызға қарап таңдасаңыздар болады. Содан кейін үнжуге жазылып, үнжуден көмек сұрасаңыздар да болады. Үнжу көмектеседі. Барлық образдарды көрсеттік. Лайк қойыңыздар, сосын жазылып қойыңыздар. Рахмет. Сіздерге осы жылдың бірнеше трендін айтып кетейін. Ең басты трендтердің бірі бұл тоқыма. Әрине жазға арналған киім болғандықтан тоқыма міндетті түрде мақтадан жасалған жіптен тоқылу керек. Және бұның несі ең жақсы нәрсесі ол жаңағы жұқа лямкамен киімдерді, көйлектердің үстінен кие саласыз. Сізге ыстық болмайды, мысалы, және де осындай Астана сияқты, немесе солтүстік өңірлерде жаз кішкене салқын болады. Сондықтан кейін келесіз да, осы киімнің үстінен кигеннен бөлек аласыз да, жамыла саласыз. Бұл бір тренд. Екінші тренд бұл сетка дейді ғой, көрінетін киімдер. Әрине бұл тренд барлығына арналмаған. Өйткені бұл трендтердің барлығы негізі әркімнің стиліне байланысты. Егер сіз стиліңізге сәйкес келсе, бұл трендті сіз
киесіз. Сәйкес келмесе, бұл трендті жай қарап өте бересіз. Үшінші тренд ол кесілген қиықтармен тігілген киімдер. Ол көйлек болуы мүмкін, ол жаңағы пиджак, костюм болуы мүмкін, шалбарларда да бар осындай қиықтар. Бұл жердегі айта кететін нәрсе ол сіздің дене бітіміңіз, сіздің фигураныз осы киімді киюге сәйкес болу керек. Сондықтан спортпен шұғылданыңыздар.